Алла жақсы көретін адамның сипаттары. Белгілі ғалым, хадис білгірі Хасан аль-Басри былай деген: Алла жақсы көретін адамның мына бір қасиеттері арқылы тануға болады. Сөйлесе өтіріксіз, шындықты айтады. Біреуге сөз берсе, оны міндетті түрде орындайды. Туыстарымен қарым-қатынасты үзбейді. Мұң-мұқтажға қарайласып, әлсіздерге қол ұшын созады. Тәкаппарлық пен мақтаншақтықтан сақтанады. Алланың бұйырғанын орындап, тыйғанынан алыс болуға, көркем мінез танытуға, Алла разы болатын істерін атқаруға тырысады. Ғұлама Хафиз Сүйүти былай дейді: егер баланың бойында болатын осы 5 қасиет үлкен адамда болса, онда ол кісі Алланың сүйікті құлдарының бірінен айналар еді. Біріншісі, ризығына алаңдамайды. Шынында да ертең не болады, ертең аш қаламын деп жүріп, несібесін Құдайдан беретін ұмытып кетіп жатырмыз. Құранда кім Алладан қорқып сақтанса, ол оған бір шығатын жол пайда қылады, әрі оның ойламаған жерден ризықтандырады деп уәде берген емес пе? Талақ сүресі 2-3 аяттарында. Ауырса Құдайға шағым айтпайды. Ауырған кезімізде шағым айтпай, Құдайға ауруымыздың үстіне ауру жамамай, әр аурудың күнәміздің өтемі деп қабылдасақ, бұл сынақтан оп-оңай құтылар едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: мұсылман басына не түссе де шаршау, шалдығу, дерт, қайғы, сәтсіздік, күйзеліс немесе тіпті тікен кірсе де, Алла тағала бұл арқылы оның бір күнәсін сөзсіз кешіреді деп айтқан. Үшіншісі, тамақты көппен бірге отырып жеу. Төртіншісі, бір нәрседен қорықса көзінен жас ағады. Бесіншісі, кек сақтамайды, яғни біреуге ренжісе тез ұмытып кетеді. Ендеше бейкүнә сәбидің бойында болатын осы 5 қасиет біздің де ойымыздан, бойымыздан табылсын деп тілейік, әрі солай жасауға тырысайық.